өтетін сабағымыздың тақырыбы отбасы, шағын қоғам. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жанұя, шаңырақ, отбасы, отан ұғымдары жөнінде, отбасының қоғамның бір бөлігі екендігі жөнінде толық мағлұмат беру. Отбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттері жайлы айта отырып, отбасы мүшелеріне деген қамқорлыққа баулу. Жақындарына деген құрметпен, сүйіспеншілікпен қарауға дағдыландыру. Әкем, анам, қамқорым, көздеріңнің нұры біз, ағатайым екеуміз, өмірімнің гүліміз. Бізді аянып қалмаймыз, екетпейміз айтқанын, гүлдерді де баптаймыз, тазалықты сақтаймыз. Біздің үйде бәрінің міндеті бар атқарар, татулық пен сый-құрмет осындайда басталар. Ата-анам арқа сүйерім, тілекшім қамқорым менің, бір